Сәлеметсіңдер ме, сенімпаз балапандар? Бүгін өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 67-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сабағымыздың тақырыбы табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Зат есімді өтетін боламыз. Бүгін біз бір тақырыпта берілген мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтайтын боламыз. Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжайтын боламыз. Ал енді бізге бүгінгі сабақ түсінікті болу үшін зат есімді есімізге алып жүрейік. Зат есім дегеніміз кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап беру арқылы заттың есімін білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Мысалы, кім, апа, кімдер, оқушылар, не, орындық, нелер, қаламсаптар деп мысал келтірсек болады. Жалпылама немесе жекелей аталуына байланысты зат есім жалпы есім және де жалқы есім болып екіге бөлінеді. Жалпы есім дегеніміз аты айтып тұрғанда, яғни жалпылама, аталуы, өзен, көлдер, жер, тау, кісі, оқушылар деп айтсақ болады, мысалы. Ал жалқы есім дегеніміз осыларды жекелеп аттармен, есімдермен атау. Алматы, Ертіс, Алатау, Алмас, Шу. Қазір осы екі бөлімге байланысты біз осы тақырыпта мысалдар келтіріп өтетін боламыз. Ең бірінші жаттығуға мән береміз. 11-ші жаттығу кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Содан соң мәтінді тыңдап болжамыңды салыстыр дейді. Ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанда 200-дей түрі бар. Жәндіктердің сирек түрі ең көне және 25 миллион жыл бұрын пайда болған адам секілді көшіп қонады. Суретке қарай отырып, біз мәтінді құмырсқа деген тақырыппен болжай аламыз, Ал енді құмырсқалар өркениеті деген мәтінді бір оқып шығайық. Құмырсқаның тіршілігі адамды таң қалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұзыңыз ба, жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді. Енді мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді табамыз. Дереккөздерден құмырсқа туралы мәлімет тауып, дәптеріңе жазып, тапқан мәліметіңмен бөліс дейді. Жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр дейді. Енді бірінші берілген тапсырма мәтіннен жекеше және көпше зат есімді табамыз. Біздегі жекеше зат есімдер құмырсқа, адам, жәндік, шекара, жер деген сөздер. Ал көпше зат есімдер құмырсқалар, жәндіктер, шекарашылар сөздері. Енді біз құмырсқалар жайлы дереккөздерден өзіміз ақпарат ұсынып көрейік. Құмырсқа формисидая, яғни жарқанаттылардың отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған. Тек қиыр аралдарда және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Олар жер биомассасының 10-25%-ын құрайды. Денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз апаттары кеміргіш. Көкірек бөлімі жіңішке, онда 3 жұп, аяқтары жақсы жетілген. Көпшілік түрлерінің құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы дамыған. Улы бездерінен бөлінетін сұйықтық құмырсқа қышқылы деп аталады. Құмырсқалар көбіне топтанып 100-100 мыңды арасы бірігіп арнайы илеу жасап тіршілік етеді екен. Ал енді жоғарыда көрсетілген, яғни тақырыптарды толықтырып шығамыз. Ең бірінші, құмырсқа жай ғана жәндік емес. Екінші, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Құмырсқа сирек кездесетін жәндік. 4. Жер бетіндегі ең көне жәндік. 5. Құмырсқа шекарашылары болмаса көшпелі жәндік түрі деп алсақ та болады. Келесі жаттығу. 12-ші жаттығу. Қай сөз көп? Жайық, жаңбыр, биші, бішкек, тайбұрыл, құтжол, өлке, бала, оқушы. Жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін есіне түсір дейді. Енді қазір жалқы есім мен жалпы есімдерді тізіп, екеуін таразылап, қайсының көп екенін анықтайтын боламыз. Бұл мәтіндегі, яғни жайық, бішкек, тайбұрыл, құтжол сөздері жалқы есім, ал жаңбыр, биші, өлке, бала, оқушы сөздері жалпы есім. Бізде жалпы есімдер саны көп болып тұр. Ал жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебі олар жер, су аттары. Ал жер, су атаулары әрдайым бас әріппен жазылады. Тапсырма түсінікті болса, келесі жаттығу 13 мәтінді оқы.
Қазақстанда шөл дала көп, бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм секілді шөлді құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұндай табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры, құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Мәтінді пайдаланып кестені тиісті сөздермен толықтырып айт дейді. Енді кестеге кірісеміз. Ең бірінші бұл мәтіндегі жалпы есімдер шөл, дала, жел, тас. Яғни жалпылама айтылған есімдер. Енді жалпы есімдер осылардың аттары. Бетпақдала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм, Қазақстан дегенді де қоссақ болады. Көпше түрдегі зат есімдер жерлер, қуыстар, үңгірлер, қалалар, сарайлар. Жекеше түрдегі зат есімдер дала, жел, тас, құм. Тапсырма түсінікті болса келесі жаттығуға көшеміз. 14-ші мәтінді көшіріп жаз. Кит суда тіршілік еткенімен балық емес, ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді. Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен демалады. Мәтін не туралы? Зат есімдерді тап. Мәтінде зат есімдерсіз оқып көр, сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма дейді. Бұл жерде мәтін кит туралы болып тұр. Бұл жердегі зат есімдері кит, балық, аң және де сүтқоректі хайуандар. Ал зат есімдерсіз мәтінді оқып көрсек, онда біз мәтіннен мағына таба алмаймыз, яғни түсініксіз болып қалады. Зат есім мәтіннің көбіне негізгі бөлігін немесе ақпараттарын қамтитын сөздер, сол үшін зат есімсіз мәтін түсініксіз болады. 15-ші жаттығу. Жұмбақты шеш. Өзі алып кемедей, дауылдан ықпайды, су шашып тілегей, мұхиттан шықпайды. Бұл жұмбақтың жауабы кит. Жұмбақты жоғарыдағы мәтінмен салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығын тап, дұрыс жауапты белгіле дейді. Яғни жоғарыдағы мәтінмен салыстырсақ, екеуі де яғни кит туралы айтылып тұр. Астындағы, яғни ұқсастығы мен айырмашылығындағы дұрыс нұсқаларды таңдағанда бізде ұқсастығы екі мәтінде кит тақырыбына арналған, ал айырмашылығы бірінші мәтін ғылыми танымдық, ал екінші мәтін көркем мәтін болады. Яғни екеуі киттің, біреуі ғылыми, біреуі көркем мәтінде жеткізілген түрі. 16-шы жаттығу. Өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дереккөздерден ізде. Білмейді омар ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Ал балалар, сендер бұлардың неге ұшпау себебін білесіңдер ме? Білмесек бірге анықтайық. Бізде бұл тақырыпта, яғни берілген өлең мен сұрақтың жауабы болатын мәтінді салыстыр дейді. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып дәлелде. Ғылыми танымдық мәтінді жаз, оны парталасымен мәтінмен салыстыр. Ұқсастық бар ма, болса оның сыры неде дейді. Енді қараймыз. Бізде сұрақтың жауабы ол, яғни бұл үш құс түрі ең ірі үй және дала құстарына жатады. Ұша алмау себебі денелерінің үлкендігі, қанаттарының қысқалығы және кішілігінде. 20 килограммнан асқан құстар ұша алмайды себебі, және бұл құстарда қауырсындары ұша алатын құстарға қарағанда басқаша сиректеу болады. Көне заманнан бері ұша алмайтын құстар қатарына жатады. Бұл мәтінде шынайы деректер көрсетілгендіктен бұл мәтін бізде ғылыми танымдық мәтін болады. Ұқсастығы екі мәтінде түйе құс, күрке тауық, қораздар тақырыбында баяндалған. Ал айырмашылығы бірінші мәтін көркем мәтін, яғни жұмбақ, екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Ал парталасыңмен жазған мәтіндердің ұқсастығы мәтіндердің тақырыбының бірдейлігінде және де екеуінде де ғылыми танымдық мәтін болып шығуы мүмкін. Сабақ түсінікті болса сау болыңдар балақайлар.